ойбай туысына көмектесе береді. соңғы 10 жылда соны насихаттады жеке шекара деп. Қазіргі уақытта қазақтар осыдан қатты қашамыз, әсіресе әйелдер. Туыстарына көмектесе береді, жұтылып кететін сияқты көреді күйеулерін. Ер адамның қуаты өте көп қой, жұтылмайды олар. Керісінше ол қоғамға қаншалықты көп көмектеседі, соншалықты оның энергиясы көбейеді. Ер адамды солай жаратқан ғой, енді жаратылысы сондай да. Мен өзім енді тұрмыстамын ғой, мысалы менің жолдасым өзінің туған туысына өте көп көмектеседі, енді мемлекеттік тұрғыда көп көмек әлі жете қойған жоқ, бірақ өзінің туған туысына көп көмектеседі, туған туысынан қашпайды, туған туысымен бірге жұмыс істейді деген сияқты ғой. Мен тіл табысу да оңай емес негізі туған туыспен де. Сіз қой демейсіз? Жоқ. Қаншасына үй салып беріп жатса да мен еш уақытта оған қой демеппін, керісінше қолдаймын. Өйткені ер адамның нақты миссиясы ол сондай қоғамға пайдалы болу да. Ер адам миссиясын тапқан кезде әйел өзінен ақ ер адамның артынан ілесіп жүріп миссиясын таба береді негізінен. Бұл жерде мән табу ер адамдарға